Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Бұл видеода ұйқы безі ауруы, панкреатит, тің белгілері және емдік жолдары туралы ақпарат аласыз. Видеоны соңына дейін көріңіз. Сіз естіп білмеген ақпараттар бар. Ұйқы безінің сырқатынан сақтаныңыз. Ұйқы безі ұлғайып, ісінумен қатар жүретін ауыр қабыну сырқатын медицинада жіті панкреатит деп атайды. Бұл ұйқы безінің ауруы. Кейде ұйқы безінің белгілі бөліктері зақымданып, сол жерлерде жұқпа пайда болып, кейін ол ағзадан тыс жерлерге де жайылуы мүмкін. Қорқыныштысы сол, сырқат ауырсынумен, тәнді улайтын заттардың қанға бөлінумен өтеді. Ұйқы безі ауруларына соқтыратын себептер көп. Соның ішінде ең негізгі себептер алкогольдік ішімдікке үйірлік және өт тасы ауруы болып табылады деп жазады Ауырмаңыз газеті. Ішімдіктен болған панкреатитке көбіне ер азаматтар ұшырайды. Ал өт қабы ауруларынан туындаған панкреатиттер әйелдерде көбірек кездеседі. Сонымен қатар ұлтабары ауыратын адамдар да түрлі жарақаттар, уытты дәрі-дәрмектер қабылдау және гепатиттерін, паротитті қосқанда түрлі жұқпалар, қанда майдың шамадан тыс көп болуы да панкреатитке ұшыратуы мүмкін. Ал қантты диабет кезінде созылмалы панкреатит пайда болу мүмкіншілігі жоғары. Кей адамдарда панкреатитке тектік бейімдік болады. Майлы және ақуызы мол тағамды біршама алкогольді ішімдікпен бірге қабылдау ұйқы безінің ферменттерді шамадан артық өндіруіне алып келеді. Бұл ферменттер ұйқы безі жолдары арқылы ішекке түсіп ас қорытуға қатысуы тиіс. Егер ұйқы безінің жұмысы жеткіліксіз болса, оның жолдары ақуыз тығындарымен бітелуі мүмкін. Осыдан келе ферменттер без тініне еніп, оны зақымдайды да ағзаның қабынуына алып келеді. Безге ішімдік, әсіресе оның ыдырауынан пайда болған ацетальдегид, үлкен нұқсан келтіреді. Осылайша жіті алкогольдік панкреатит дамиды. Панкреатитпен ауырған адамда мынадай белгілер байқалады. Іштің жоғарғы бөлігінің арқа жаққа беріле отырып, үдемелі ауруы, жүректің айнуы, құсу, тәбеттің жоғалуы, іштің кебуі. Су адамға еш жеңілдік әкелмейді, одан кейін ауырсыну тоқтамайды. Жалпы әлсіздік, жүректің қағуы, дененің ысуы мүмкін. Жіті панкреатитке немқұрайды қарауға болмайды. Егер бұл сырқаттан уақытында дұрыс ем қабылдамаған жағдайда ағзаның бүліну ошақтары, некроздар дамуы, немесе бездің көп бөлігінің еруі мүмкін деп жазады Ауырмаңыз газеті. Осылармен бірге жіті жүрек қан тамыр жеткіліксіздігі, тыныс алу, бүйрек жеткіліксіздігі жиі дамиды. Бұл аталған белгілердің салдарынан адам аурудың алғашқы күндерінде өліп кетуі мүмкін. Жіті панкреатит басталғаннан бір аптадан соң сырқаттың қаза болуына ұйқы безінде және оны қоршаған ағзаларда жұқпаның дамуы себеп болады. Асқынған сырқатпен қатар асқазан мен ішекте көбіне ойық жаралар пайда болып, олардан қан кетеді. Жіті панкреатит белгілері байқалған жағдайда шұғыл дәрігерге барыңыз. Ол сізді міндетті түрде ауруханаға жатқызу керек. Ол жерде ауруды басатын шаралар жасалып, ағзаны тазартатын қарқынды ем жүргізіледі. Егер ұйқы безінде бүліну ошақтары болса, операция жасалуы тиіс. Бұл аурумен сырқаттанған адамдар 1 жыл бойы гастроэнтерологтың бақылауында болуы тиіс. Бұл кезеңде ащы, майлы, қуырылған тағамнан және спиртті ішімдіктерден мүлде бас тарту керек. Бұл аурудың қайта қайталанбауы үшін қажет. Жарас Қасым. Ауырмаңыз газеті. Өз денсаулығын жақсы күтетін, өз өмірін жақсы жаққа қарай өзгерткісі келетін адам болғыңыз келсе, арнаға тіркеліңіз. Өміріңізге пайдалы видеоны басқа адамдар да көрсін десеңіз, біздің еңбегімізді бағалап, лайк басып жақындарыңызға таратсаңыз, біз қуанышты болар едік. Көп рахмет.